солай. Сондықтан ондай жасама алтыным, жасама. Осы ел, осы жер саған жүрегін ашып берді. Иә, біреуіне болмаса, оның да себебі бар. Сен білмейсің о жерде, сен де болған жоқсың, мен де болған жоқпын. Бірақ мен білетін нәрсе, осы өмірге кеп білгенде нәрсе, біздің өзімізден де кәп бар. Өзімізден де кәп бар. Бірақ нәрсе айтып берейін. Құран оқыған кезде, мына басқа ағайындардан көшіп келгендер, қайсысы болса да мен біреуін айтқан жоқпын. Өзімізді молдаға жаназа шығартамыз. Өзімізді молдаға Құран оқытамыз. Местный имам неге шақырмайсыңдар? Жоқ, айтады. Біз өзімізді молдамыз бар дейді. Қалай? Сол дұрыс па сол? Сонда қалай болады? Елді екіге бөліну ма бұл? Бөліну емес па? Қосылайық десек қосылмайсыз. Мен бір жаназаға мешітте тұрсам, біреулер келді, біз табыт беріңізші мешіттен деп. Не болды десем, біз басқа ұлтын айтпай ақ қояйын, басқа ұлтпыз дейді. Не болды десем, біз жаназа өзіміздің молдамыз бар дейді. Сол дұрыс па сонда? Сол үшін әр нәрседе өзінің орны бар жаным. Біз оңтүстіктен келгенбіз, біздің өзіміздің молдамыз бар. Солтүстіктен келген өзінің молдасы бар. Сол жақсы бола ма? Сондықтан біз бұл нәрсені Құдай бұйырса, міне ел болдық, жер болып келеміз, бірте-бірте түзеледі. Мына жастар, тағы да айтам, ана елікпеге лесе беріп, қазақтың несін бөлмей, ұлтты бөлмей, руды бөлмей, бөлінгенді бөрі жейді деп атан қазақ айтқан, жүзге бөлінгенін жүзі күйсін деген. Сондықтан бәріміз бір еліміз, бір ішіндегі қисықтар болатын болса, оны халқымыз, үлкендеріміз бұйырса түзейді. Сіз түзейсіз, біз түзейміз. Сондықтан қанды қанмен жумайды, қанды сумен жуат айналайды. Сөйтейік. Ана жақта әділдік, мына жақта әділдікті іздемей, әділдікті әркім өзіне іздеу керек. Өз семьяңмен адалсың ба, туғандармен әділсің ба, бауырларыңмен адалсың ба, мәселе сода. Сонда ар жағы дұрыс болады. Ешкім бөлмейді. Бөлген болса, соның жазасын өзі Құдай береді. Бөлмеңіздер. Біз бәріміз бір елміз, бір ұлтпыз. Құдай бұйырса бәрі жақсы болады. Су кетеді, жер кебеді, қайғы сейіледі, дүниеден өткен ғана қайтып келмейтін шығар. Бірақ тірімізде бір-біріміздің қадірімізге жетейік. Мен мынау кінәлі емес деген сөз емес. Бізде, Құдайға шүкір, ашатын полиция бар, камералар бар, бәрі орнына түседі, айтылады жаным. Мынау елдің қайғысының үстінде очко жинаудың керегі жоқ. Мен білетінім сол. WhatsAppқа талақ бердім деп жазса, талақ бұзылма. Егер сол әйеліне жіберген болса, талақ түседі. Қаза намаздар кешіріле ме? Жоқ, оқылу керек. Қаза намаздар кешіріледі деп ешкім айтамайды. Ана сәләфи уахабистер кешіріледі деп айтады, өйткені кәпір болған дейді о кезде. Біз олай демейміз, қаза намаздар оқылу керек дейміз. Жаңа туылған баланың шашын 7-ші күні алған қаншалықты дұрыс? Әлде 40-нан шығарғанда алған жақсы ма? Бола береді, 7-сінде де болады, 40-да да болады. Енді 7-сінде алған болса полный алмайды, сәл-сәл шетін қысқартып қойса жақсы болады. Өте зеректігіне пайда болады деп айтылады. Бәрін қырып, жилетпен қырудың қажеті жоқ. Ал енді 40-на шыққанда шаш едәуір қоюланып қалады. Сол қоюланған кезде толық алып тастайсыз, Құдай қаласа. Екеуі де жақсы нәрсе. Умраға баратын болсаң, қарыздарың болмай бару керек па? Қарыз екі түрлі болады. Долгосрочный, ұзақ мезгілге берілген қарыздар, және сразу бүгін ертең қайтаруға уақыты келіп тұрған қарыздар. Яғни ұзақ қарыздар болса, ұзақ қарыздар мысалы 15 жылға берген, 10 жылға берген, 1 айға, 1 жылға берген, онда қажылыққа барып келе берсең болады. Одан кейін қарыздың бірінші түрінде сенен талап етпейді ол пока. Сондай қарыздар бар. Біреулер бар, сені артынан қуып жүр, жете алмай жүр, сен қашып жүрсің. Вот сондай қарызы бар адам Меккеге тұрмақ, Кока-кола ішуге правасы жоқ. Қарызын беру керек. Қарызды боржом еше алмайсың сен. Сен қара су, краниктегі судың өзі бесплатный арықтағы суды ішсең болады. Ағып атқан. Неге? Қарызды беру керексің сен. Су сатып ішуге праваң жоқ. Қарызды бер, содан не сатып ішесіз. Ереже солай. Ұзақ мезгілде қарызы бар адам барса болады. Почему вам не призвать правоохранительные органы быть справедливым, быть Всевышним Аллахом? Алина, если вы не слышали то, что я говорю, это не означает о том, что я об этом не сказал, я чем-то умолчал. Видит Аллах, Аллах свидетель, я об этом
многократно говорил, и еще раз повторяю, мы всегда об этом твердим. Я всегда это... Может, даже я говорил тогда, даже когда вы не родились на этот свет. 30 лет я об этом говорю. Никто не говорит, что мы не будем, знаете, вот как-то что-то ухмылять, что-то скрывать, что-то закрывать. У нас так и есть. Все говорят правду. Я, по крайней мере, призываю. Это не касается только правоохранительных органов. Все. Вот в данный момент, почему мы зацикливаемся на правоохранительных органах? Ваша жизнь же напрямую же не зависит от него. Наша жизнь зависит от нас. С меня надо начинать, с вас надо начинать. Вот если мы правдивы в своих делах, в своих деяниях, в своих чаяниях, исходя из этого, другие тоже будут быть правильными. Мы хотим кого-то исправить, понимаете? Вот кто-то виноват, только не я. И исходя из этого, что выходит, знаете, что виноват он, пусть он исправляется, я не должен исправляться, либо исправляться. Он должен исправиться, либо она должна исправляться. Мы хотим кого-то призвать, кого-то наставить, кого-то что-то сделать. А в первую очередь ислам, призыв, к кому относится? К себе, к своей душе, к своему эго надо относиться. Я такой человек, требуя вежливости, будь сам вежлив. Поэтому мы сами должны в первую очередь себе говорить. От нас должно исходить истина. Почему наши слова не доносятся до определенных людей? Да потому что у нас, у самих нет этого. Вот было такое вот красивое слово, требуя вежливости, будь сам вежлив. Понимаете? Мы даже дружим ради чего-то. Человеку, когда нужно, он может даже подружиться со ослом. Как только у него жизнь наладится, он обратится к этому человеку и скажет, эх ты осел. Понимаете? Вот точно так же, когда мы хотим добиться чего-то, мы хотим на этом что-то заработать. Не нужно так делать. Дәрет жаңартпас бұрын мәсі киіп, дәрет алсам болады ма, әлде аяқ жуу керек па, мәсі кисем де? Жоқ. Дәрет жаңартпас бұрын мәсі киіп алсаң, содан кейін дәретті бұзсаң, мәсінің үкімі сол кезде кіреді, нормальный болады. Келесінде аяқты жумай, үстінен масық тарта бересіз. Яғни мәсінің үкімі, жаңа да айтып түсіндірдім, кейін қосылған боларсыз, мәсінің үкімі кигеннен есептелінбейді, дәрет бұзылғаннан есептейді. Мысалы, мәсінің үкімі жай адамға мұқим дейді, яғни жергілікті адамға 24 сағат болатын болса бір тәулік, сапардағы адамға 3 күн деп айтылады. Енді жергілікті адамның киген мәсінің 24 тәулігінің мына ұзындығы қай уақытта басталады? Мына жерде аяқталады, мына жерде басталады. Қай уақытта басталады десеңіздер, дәрет бұзылғаннан басталады, кигеннен емес. Мысалы, сіз ертеңерте дәрет алдыңыз, әбетке дейін дәрет бұзған жоқсыз. Енді бұзайын деп тұрған кезде, қойшы қайта аяғым жуа бермейін, күн суық дедіңіз да, мәс киіп алдыңыз шарт деп. Болды, дәретті кигеннен бұздыңыз, осы сәттен бастап жүре береді. Қызым түнімен жылайды, не істесем болады? Дәрігерге көрсетіңіз, педиатрға көрсетіңіз. Мүмкін ауырып жатқан шығар, бір жерінде бір нәрсе мазалап жатқан шығар, кіндігі шығып кеткен шығар, бір жері ауырып жатқан шығар. Егер бәрі идеальный болса, аят дұғаны дәрет алып, балаңыздыға қолыңызды басына қойып, аят дұғаларды оқып, сүфтеп қойсаңыз, иншалла жақсы болады. Егер әйелі екінші әйел алуға қарсы болса, әйелін күштеу дұрыс па? Жасырынып екінші әйелмен жүрген болса күнә ма дейді. Жасырынып жүрген болса таяқ жейді, екеуі де таяқ жейді, жындар разборка болады, қырғын болады. Ол жасырынған нәрсенің түбі бәрібір шығады, бәрібір естиді. Мына жер көгеріп қалады, мына жер қызарып қалады, түні бойы өтірік. Қайда қондың десе таксовать еттім, Яндексте отырдым деген бәрі өтірік болады, бәрі белгілі болады. Сол үшін алатын болсаң, духың жетсе, біреудің дұғы жетеді, біреудің шамасы жетпейді, біреудің шамасы жетсе денсаулығы жетпейді деген сияқты дүние. Сондықтан айтайын дегенім, керек емес нәрсе. Егер алатын болсаңыз, соған лайықты болыңыз. Бұл бір. Ал енді бірінші әйелдің ризалық беру шарт емес, өзі білет, берсе берет, бермесе бермейді. Ал енді жылатпай алуы анық. Жылатпай, қорламай, қинамай, өкіртпей, біреуді аяққа таптамай, абыройын түсірмей, сен бермесең бүйтіп жіберем, ақша бермей қоям деп берген 100 рет санамай, мен саған мынаны бергем деп жаны қинамау керек болады. Мені кісілер күтіп отыр екен. Алла разы болсын. Күндеріңізге Құдайым береке берсін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ассаламу алейкум.